Әлемдегі ең ерекше есімдер. 10-шы орын. Әйгілі Пабло Пикассо бәріне белгілі суретші. Бірақ бәрі де оның есімі мен тегінің толық жиынтығын біле бермейді. Пабло Диего Хосе Франциско де Пауло Хуан Непомукено Криспин Криспиано де ла Сантисима Тринидад Руис пен Пикассо. Барлығын қосқанда оның аты мен тегі 93 әріптен құралады екен. Өйткені Пикассо испандық, ал Испанияда мұндай есімдердің жиынтығы сирек кездеседі. 9-шы орын. Гавайидегі жергілікті бір мейрамхананың иесінің кенже қызы Гонолулу қаласындағы мектепке оқуға барады. Оның аты жөні 102 әріптен құралған. Міне олар: Напуа Мухала Вон, Шеанека Вехи Вехи Вон Хиванена Вава, Кехоонка Кахекила Леке Я Он Нана Ниакеко Оа Ога Ван Ика Фанао. Оның есімін ешқашан журналға енгізе алмады. Есімнің аудармасы таулар мен алқаптардың көптеген әдемі гүлдері ұзындығы мен ені бойынша Гавайиге хош иісімен толтыра бастайды. 8-ші орын. Мисс С. Эллен Джорджано Серлеккен. 1979 жылы ақштың Монтана қаласында туған. Бірінші «С» әрпі оның есімнің басы. Ол 598 әріптен тұрады. Оны жақындары Сноуолл немесе Джай Оли деп атайды екен. 7-ші орын. Лори Ерик. Ленин, қазан төңкерісі, индустрияландыру, электрлендіру, радиация және коммунизм. Урювкос, Ура, Юра ғарышта, Кукуцапл, жүгері дала патшайымы, Лаш Мигвар, Арктикадағы Шмидт лагері, Таздраперма, 1 мамыр ұзақ болсын. 6-шы орын. 1998 жылы Харьковта туылған Диана Ханшайым есімді қыз және Гамлет атты ұл. 5-ші орын. Салем 2 кило күріш, Салем күміс $. Үндістанның Орисса штатында Кантмал ауданының 2 тұрғыны бір-бірімен кездескенде осылай амандасады екен. Өйткені есімдері де солай аталады. Үндістанның бұл бөлігіндегі балалар ата-аналар ойлап табатын ерекше атауларға ие. 2 келі күріш бұл мемлекет берген сыйлық туралы естелік. Оны әр туған балаға үкімет беретін осындай сыйақы. 4-ші орын. Кантхмала ауылының бірінде мен картопты жақсы көрем деген есімді жігіт бар. 3-ші орын. Психолог Джон Трой кейбір американдықтар зардап шегетін ең қолайсыз есімдер кітабын дайындады. Мысалы, жаңа Орлеаннан келген Мэй отбасы қыздарының есімдерін былай атаған: Му, Ву, Гу. 2-ші орын. Чикаго қаласынан шыққан Джексон отбасы 5 баласына ерекше атау берген. Олардың есімдері менингит, ларингит, аппендицит, перитонит, тонзиллит. Ал енді 1-ші орын. Біраз уақыт бұрын Францияда тегі өзгеше жанұя өмір сүрді. Тегінің орнына 1792 нөмірлерінің жиынтығы қойылған. Бұл отбасындағы 4 ұлға жыл айларының атаулары берілді. Осылайша паспортта және басқа құжаттарда осылай көрсетілген: 1792 жылғы қаңтар, 1792 жылғы ақпан, 1792 жылғы наурыз және 1792 жылғы сәуір. Осы бір түрлі түрдің соңғы өкілі 1792 жылғы наурыз 1904 жылы қыркүйекте қайтыс болды.